Қалампырдың небәрі 2 бүршігін жесеңіз, сіздің ағзаңызда қандай өзгерістер болатынын білесіз бе? Ол сіздің ас қорыту жүйеңізді жақсартып, ауруларды емдеп, ағзаңызды қалпына келтіреді. Тіпті қатерлі ісіктермен күресуге де көмектеседі. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Біздің тек сіздер үшін ғана жасаған видеомызды бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Олай болса, кеттік. Ең алдымен қалампырдың не екенін біліп алайық. Қалампыр Индонезияда пайда болған мәңгі жасыл ағаштарда өсетін хош иісті бүршіктер. Қалампыр әлемдегі ең сүйікті және керемет дәмдеуіштердің бірі. Қалампырдың майы Қытай мен Үндістанда 2000 жылдан астам уақыт қолданылып келеді. Бүгінгі күні оның тұтастай өзін немесе ұнтақталған түрінде сақтап алуға болады. Тұтас бүршіктер хош иісті әлде қайда ұзағырақ сақтайды. Оның шығаратын хош иісімен қатар емдік қасиеттермен де өте танымал. Ол витаминдерге, микроэлементтерге және де антиоксиданттерге толы болып келеді. Барлық осы компоненттер денсаулыққа көптеген пайда әкеледі. Қалампырдың құрамындағы минералды темір, калий, кальций, магний, фосфор, калий, мырыш сияқты заттар бар. Ал витаминдерден С, В6, В12, А, Б, Д, К витаминдері жатады. Сонымен қатар, ғалымдар оның құрамында флавонол, этанол, тимол, бензол деген сияқты химиялық заттарды бөліп шығарды. Ал қазір сіздерге екі қалампырдың ағзаға тигізетін барлық қасиеттері мен пайдасын айтатын боламын. Қалампыр иммундық жүйені нығайтады. Денедегі инфекциямен күресетін қандағы лейкоциттердің санын көбейту арқылы қалампыр иммундық жүйенің қорғауға ең тиімді азық болып саналады. Және қалампырдың бұл қасиеті оның құрамындағы С витаминіне байланысты жүзеге асады. Соңғы кездері вирустың түрлері көбейіп барады. Сол үшін қалампыр әрдайым қалталарыңызда жүргені дұрыс. Тамақтарыңыз ауырып бастаған кезде бірден 2 бүршіктің бұршағын ажыратып, тіліңіздің астына салып қойыңыз. Сонда тамағыңыздың ауырғаны бірден кетеді. Қалампыр ас қорыту ауруларына көмектеседі де ферменттердің жұмысын тездетеді. Соның арқасында қарт кісілерде және де жастардағы астың қорытылуы жақсарады. Фармакологтардың зерттеуі бойынша қалампыр асқазан жолдарына, бауырдың қабынуына көмектесетінін дәлелдеп берді. Ол сонымен қатар ағзадағы газды кетіреді және жүрек айнуын болдырмайды. Асқазандағы аурулардан арылуға көмектеседі және іш қатуын алдын алады. Қалампыр суының ең пайдалысы қалампыр суына қосылған бал суын ішіңіз. Асқазанды емдеуге көмектеседі. Қалампыр тіс ауруын басуға қатысады. Қалампырдың жергілікті анестетикалық қасиеті бар. Егер де сізде кариес болып тісіңіз ауырса, тіс дәрігеріне жеткенше аурудан құтылу үшін қалампыр бүршігін тісіңіздің ауырған жеріне басып ұстаңыз. Қалампыр бауырды емдеуге көмектеседі. Бауыр организмді токсиндер мен химиялық заттардан қорғайды. Сонымен қатар дәрілік заттарды сіңіруге көмектеседі. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қалампыр майындағы эквиналды бауыр қызметінің жақсаруына көмектесетіні анықталған. Ол денедегі қабынуды және де ауырсынуды азайтады. Эвгинал қалампырдың қабынуға қарсы қасиетіне жауап береді. Бас ауруына қарсы осы дәмдеуішті қолдануға болады. Олардың күшін өз бетіңізше сезіне аласыз. Ол үшін 2 әдіс таңдауға болады. Ішкі және жергілікті.
ішке қабылданатын болса, қалампыр ұнтағын кристалл тұзымен араластырып, сүт қосып, бас ауруына қарсы ішіңіз. Егер сіз жергілікті әдісті қолданатын болсаңыз, онда қалампыр бүршігін кокос майына малып, ауруды жеңілдету үшін сол жерге басыңыз. Қалампыр бүршігі сүйектер мен буындарға керемет пайдасын тигізе алады. Қалампырдың құрамында флавоноидтар, марганец және де эвгенол сияқты сүйектер мен буындарды нығайтатын заттар бар. Бұл заттар сүйектердің тығыздығын арттырады, сүйектердің өсуін жылдамдатады және де бір қалыпты ұстап тұрады. Ал марганец миға жағымды қызмет атқарады. Қалампырдың бактерияға қарсы қасиеттері де бар. Ол ішектегі ішек бактериясы және де стафилококк сияқты бактерияларға қарсы әсер ететіні анықталған. Зерттеулер қалампыр майының оларды бұзатынын көрсетті. Қалампыр шаштың өсуін тездетеді және оған ерекше жылтырлық қасиет береді. Ол үшін бір кіші қасық иісті бұршаққа, бір қасық корица және де оған жарты қасық қалампыр ұнтағын қосыңыз. Және де оған жарты қасық қалампыр ұнтағын қосып, 250 мл қайнаған ыстық суды 1 сағат қойып қою қажет. Осы тұнбамен жуылған таза шашты шаю қажет. Шашыңыздың қандай жылтыр болып өскенін өзіңіз де байқамай қаласыз. Алайда қалампырды аяғы ауыр әйелдерге мүлдем тұтынуға болмайды. Себебі ол жатырдың тонысын тудырады. Сонымен қатар қалампырды 7 жасқа дейінгі балаларға және де бала емізетін аналарға жеуге болмайды. Қалампырды қалай сақтаймыз? Қалампырды шыны әйнек бөтелкеде немесе банканың ішінде жарық түспейтін жерде сақтау керек. Мұндай жағдайда бүршіктер өз құнарлығын 1 жылда сақтайды. Ал ұнтақ түріндегі қалампыр жарты жыл өзінің қасиетін сақтай алады. Ал егер де тоңазытқышта ұстасаңыз, сақтау мерзімі одан да ұзарады. Ем болсын. Мінекей достар, 2 түйір қалампырдың ағзаға қандай үлкен қасиеті бар екенін білдік. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге мыңда бір алғыс. Егер де видеомыз ұнаған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Сау, саламатта болыңыздар.